Шырмалған тағдыр 5-ші бөлім. Бүгінгі бөлімінде өз інісінің қызын қызғанып немесе ғашық болған Қазым туралы айтылады. Қазым інісіне ол қыз кетіп қалды. Енді ол қызды іздемейді. Алайда ол қызды теңіз ортасына апарып, менің ініме жолама, сен оны сүймейсің, әулетімізде жолаушы болма дейді. Сондағы мақсаты, біздің жоспарларымыз бар, жоспарымыз орындалғаннан кейін барып, өзің білесің әзірге деп. Қазым барлық әулетті басқаратын адам екен, ағасы. Ал Ахметке жаны ашығандай болып, бұрын оның жүрген, сүйген қызы, бірақ ол да кезінде Қазымды сүйген екен. Сол үшін де Ахмет оны тастап кетеді. Ал есік алдына келген журналистке Қазымның әйелі шығады. Ол Қазымның әйеліне сендердің күйеуің немесе өзің бұрын бір қызды өлтіргендерін есіне салып кетеді. Ал мұнда өзінің емшілік қасиетінен бар жоқ білу үшін Маджиде Сарадоса екеуі осы ауырып жатқан шалға келеді және осы кезде өзін сынайды. Сол кезде шынымен де өзінің емшілік қасиеті бар екені белгілі болды. Өйткені екі қолына тамырын ұстап, өткен кездегі балалық шақтағы не істеп не қойған қызын және қалай құтқарғаны барлығы шалдың есіне түсіріп, осылайша алғаш рет емдейді. Ал мұнда әйел айтып жатыр, кезінде сен өлтірген адам туралы журналист іздеп жүр, ол маған қағазын беріп кетті, визиткасын дейді. Визиткасын неге аласың деп Қазым оған ұрсады. Ахмет Қазымның ісі, яғни ағасының ісі туралы үшін Маджидеден кешірім сұрау үшін келеді. Осы кезде Маджид ашуланады. Сендер соншалықты кімсіңдер? Сен кімсің өзі сонша? Мені соншама мазақ қылатындай, мені қорлатындай, менің намысымды таптайтындай. Енді сенімен кездеспеймін, көрмеймін, сендердің әулетіңнен алыс жүремін дейді. Ахмет қатты ғашық болғаны соншалық, ол қонақ үйдегі ресепшн балаға ақша беріп кетеді. Маджиденің не істеп, не қойып жүргенінің барлығын бақылау үшін. Алайда өзі Маджидеге өлерде ғашық. Маджиде анасына қоңырау шалып, жағдайын сұраған кезде, рахмет, Ишек деген бір мырза менің шотыма көп ақша аударды дейді. Осы кезде Маджиде жынырып ашуланады. Ал мұнда Қазымның адам өлтіргенін дәлелдеу үшін ізінен түсіп суретке түсіріп, яғни анадағы теңіз ортасында Маджиде мен Қазымды суретке түсіріп және Маджидеге домалақтап сұрақ белгісін қойды, ол қыз кіммен деп. Ашуланған Маджиде бірден Ишектер әулетіне барды. Ол жерге барып, ұйықтап жатқан Қазымды шақырып алды десем де болады. Ал түсінде түс көріп жатқан Қазымның әйелі Нини шынымен де адам өлтіргеннің куәгері болған екен. Ол есіне алып дірілдеп, тіпті дәрісін ішті. Маджидеге Қазымға келіп, сен кімсің соншалықты? Неге сен менің анама ақша аударасың? Қандай адамсыңдар дейді. Ал мұнда дискотекада Қазымның ең кенже інісі Джихангер бір жолдас баласы, яғни бармен басқаратын жолдас баласымен кездеседі. Екеуі жоспарлар құрып жатыр. Әрине ол Қазымға байланысты. Ахмет болса Маджиденің әрбір қадамын аңдып, тіпті оны қарсы алу үшін есік алдында күтіп отырады. Бірақ Маджиде оны көрмейді. Ол шайханада жұмыс жасайтын жігітпен жақсы араласып, сөйлесіп, және өзінің бөлмесіне осындай тағам жеткізуін айтып жатыр. Осы кезде қызғанып қалады. Ол жігітте Маджидеге ғашық болып қалғандай. Атың кім дейді, Маджидеді танысады. Осы кезде ашуланып кеткен Ахмет оның барып сен дейді, жай ғана сен дейді, өйткені алдап ұратын шығар. Солай өзі гүл жібереді Маджиде, бірақ Маджиде гүлді оқиды, қарамайды. Ал мұнда есінен танып қалған Нини көліктің ішінде отыр. Оның көлікте отырғанын пайдаланғандар біреулер пайдаланып кетеді. Жалғасы бар.